Армысыздар, қалайсыздар? Сол жаңа өзендегі мәселе енді қатты талқыланып жатыр. Білем, не шешімге келді. Оңынан шешілсе екен деп Құдайдан тілеп отырмыз. Бірақ бір айта кететін, жаңа өзен деген, өздері айтқандай бір тупик, сондай бір өзі бір сондай бір жерде құнарсыз бір шөлейт, түйе жүреді әйтеуір теңізге дейін, Ақтауға дейін 1 сағат па 2 сағат па, ана бірде әпкем барып қайтып еді. Ақтаулықтар өзі сол көбі мұнайда дейді, 90%. Енді қазір тілім жазып болса, енді айып етпеңіздер. Жаңа өзен қиын дейді жағдайлары, өйткені бұрын марқұм апайым Атырауда тұрғанда жайма бар ғой, кәдімгі қамыр сорпаға салып алатын, соны тараздан вагон таситын. Сол кезде біз айтатынбыз, Атыраудың келіндері қамыр жаймай ма, неге жайма аласың десе, ай жаным-ау, айналайын, жарықтық. Он жоқ біздің елде. Атырау жарайды, енді ары қарай Астраханнан тасиды. Ақтауға кім тасиды? Түркіменстаннан тасиды ма? Түркіменстан құмына еге ма бидайды? Сондықтан нан, андай дока деген естеріңізде ма? 91 жылдары кәдімгі қауқары жоқ, бүйтіп мақта сияқты бірдеме. Ақтауда кәдімгі сондай нан. Жаңа өзен ары қарай соны тасып жеткен. Өздеріңіз енді ойлай беріңіздер. Нанның қауқары андай болса, он жоқ болса, бүкіл азық-түлік, құрылыс заттары, киім-кешек, дәрі-дәрмекті айтпай қояйын, балалардың ойыншықтары, балалардың жаңағыдай асы, бүкіл тұрмыс-тіршілікке керек затты осы Алматыдан, Россиядан, бүкіл Қазақстаннан тасиды олар. Әрине, ол жақта 1000 есе қымбат ол. Аяқ киім қай күн жаңалықтар айтады, ең қымбат Ақтауда. Әрине қымбат, сіз вагонмен Алматыда 2 күнде бара ма, 3 күнде барады мысалы. Әрине олар шырылдайды, әрине олар аш. Ана түйенің етін жей бере ма, балықты жей бере ма, олар да адам сияқты тұрғысы келеді. Сондықтан мемлекет не істейді, бұл өкіметке ешкім сенудің қажет жоқ. Мынау астығы бар, қолында диірмені бар, бидайын қайқа нететін білмейтін, сол Ақтау жаңа өзен жақын адамдармен хабарласып, кімнің қолында қандай қазір азық-түлік бар, сол жаққа көмек беруге, сол жақпен сауда-саттық жасауға жігіттер сөйтіп атсалысыңдар. Қазақ қазаққа бауыр, қазақ қазаққа ағайын. Осындай кезде қазақшылықты көрсетіп қалыңдар.